Бірде Иса пайғамбар алейхиссалам бір ағаштың астында дұға жасап отырған адамды көреді. Мұқият қараған кезде әлгі адамның екі аяғы сал болып жүре алмайтынын байқайды. Көздері көрмейтін соқыр екені де белгілі болды. Денесінде де алапес дерті бар еді. Бірақ соған қарамастан ол қолдарын көтеріп бақыттан шаттанғандай күйде дұға жасап тұрды. Маған байлардың көбіне берілмеген нығметті сыйлаған Раббым, саған ағаштардың жапырақтары санындай шүкіршілік айтамын. Иса пайғамбар алейхиссалам бұл адамға жақындап: аяғың жүрмейді, көзің көрмейді, денең де сау емес. Бірақ соған қарамастан саған байлардың көбіне берілмеген нығметтің берілгенін айтып шүкіршілік етудесің. Сен айтып тұрған бұл қандай нығмет деп сұрайды. Соқыр адам дыбыстың шыққан жағына қарап: мырзам, Алла маған сондай жүрек берген, сол жүрекпен мен оны танимын. Сондай тіл берген, сол тілмен мен оған шүкіршілік етемін. Ал енді дүниенің барлық байлығы қолында болса да, жүрегінде Алланы танудың қуанышы мен тілінде оған шүкір етудің ләззаты жоқ байлар қаншама. Бірақ көріңдерші, аяғы сал, көзі көрмейтін, денесінде аурулары бар мына адамға Раббым сондай сүйіспеншілікті сыйлады. Сол нығметтің қадірін ұғынуды нәсіп етті. Осыны ойласам, өзімді ұстай алмаймын. Маған байларға берілмеген нығметті сыйлаған Раббым, саған ағаштардың жапырақтары санындай шүкіршілік етемін деп алғыс айтуды қоймаймын дейді. Жүрек көзі ашық, бірақ көзі соқыр адамға жақындаған Иса пайғамбар алейхиссалам: қане, қолыңды берші деп оның қолынан ұстап, көрмейтін көздерінен еңкейіп тұрып сүйеді. Пайғамбардың ерні тиген көздер сол сәтте-ақ ашылып, адам айналасын көре бастайды. Алдында тұрғанның Иса пайғамбар екенін түсініп толқыған күйде: сен өлілерді тірілтіп, ауруларға шипа сыйлайтын мұғжизалар иесі пайғамбар емессің бе деп сұрайды. Иса пайғамбар алейхиссалам: сол екенімді көріп тұрған жоқсың ба дегенде: көзіммен көріп тұрмын, бірақ аяқтарымнан әлі байқалмай тұр дейді. Иса пайғамбар күлімсіреп: ал сен бір тұрып көрші деген кезде сал адам денесі бір дір етіп тіктеліп тұра қалады. Аяқтарына тұрған сезгенде бірінші айтқан сөзі мынау болды: уа Алланың пайғамбары, сендегі бұл мұғжизалар да одан емес пе? Ендеше кешіктірмей оған шүкірімді айтайын деп рұқсат сұраймын дейді. Дереу сәждеге жығылады да былай дейді: Раббым, сені танитын жүрекпен шүкір ететін тіл нығметінің өзін шүкір етуге шамам жетпей тұрғанда, енді көруші көздермен жүретін аяқтарды да сыйладың. Бұл теңдессіз нығметтеріңе қалай шүкір ету керектігін білмеймін. Осы сәтте бұл мұғжизаларды көрген халық пайғамбардың қолын сүйгісі келеді. Бірақ Алланың пайғамбары: менің емес, сәждедегі мына адамның қолын сүйіңдер деп нұсқайды. Адамдар: біз әлгі нығметтерге басынан ие болдық, бірақ оның сезінгендей бұл бақытты сезінбедік дейді. Сонда пайғамбар: онда ойланыңыздар, сіздер де ойланып көріңіздер деп сөзін былай аяқтайды. Ойланған адам өзіне берілген нығметтің қадірін біледі, ал ойланбаған адам өзін үнемі кемдікте санайды.